Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі тойымды қарыннан жасалатын салаттың рецебімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен қарынды жуып тазалап, тұзды суға қайнатып пісіріп аламыз. Піскен қарынды ұзынша қылып тураймыз. Ал пиязымызды ортасынан бөліп, жіңішкелеп тураймыз. Сәбізді жалпақ күштен өткіземіз. Болгар бұрышында жіңішке ұзыншақты қылып тураймыз. Ал чесногымызды жалпақ күйінше тураймыз. Заттарымыз дайын, енді қуырамыз. Қызып тұрған табаға су майды құйып, сәбізіміз бен пиязымызды жақсылап қуырамыз. Әбден қуырылған пияз бен сәбіздің үстінен қарынымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Ең соңында болгар бұрышын және сарымсағымызды, тұз бұрышымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз